Құмар ойындарға есі кеткендердің есімдері енді мемлекеттік органдарға беріледі. Осы айдан бастап лотерея және букмекерлік компаниялар тігілген әр бәс туралы мемлекеттік кірістер комитетіне ақпарат беруге міндеттелмек. Қай мемлекеттік қызметкердің қанша көлемде бәс тіккені, жеке кіріс салығының көлемі, тіптен ұтқан немесе ұтылған сомасы да ашық көрсетілуі тиіс. Бұл ереже 12 ақпаннан бастап қолданысқа енеді. Кірістер комитеті бұл мәліметтерді салықты әкімшілендіру мақсатында ғана қолданатын және құпия ұстайтындығын мәлімдеді. Тек құқық қорғау органдарына қылмыстық істі тергеуге қажет болған жағдайда талап етілсе ғана берілмек. Әрбір жеке тұлғаның бәс тіккен бойынша мәліметтері, яғни нәтижелері қанша сома қойылды, қанша сома ұтылды дегендей, яғни жеке тұлғалардың табыстарын анықтау үшін. Сонымен қатар бұл жеке тұлғалар ұтылса, егер ол жаңағы букмекерлік кеңсенің табысы болып саналады ғой. Сонымен қатар тек жеке тұлғалар ғана емес, жалпы букмекерлік кеңселер, тотализаторлардың табыстарын анықтау.